Лауазымды мектеп директорынан мұндай сұмдықты ешкім күтпейді. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ауыр сынақ фильміне шолу жасайтын боламыз. Бұл фильм шынайы оқиғаға негізделген өте ауыр фильм. Фильм басында Инхо деген бейнелеу өнерінен сабақ беретін мұғалімді көреміз. Ол Муджин қаласындағы мылқау балаларға арналған мектепке ауысқан болатын. Жолда жануарға соғамын деп апатқа ұшырайды. Дәл осы сәтте кішкентай бала пойыздың астына түсіп қайтыс болады. Оның шындығы кейіннен ашылады. Инхо өзінің көлігін жөндеуге алып келеді. Механик жөндеудің ұзаққа созылатынын айтқан себепті. Ол осы көлікпен жолға шығайын деп тұрғанда, Юджин деген қыз оның артынан соғады. Қыз кешірім сұрап, оны апарып тастауды ұсынады. Юджин өзінің жергілікті балаларды қорғау мен әлеуметтік әділеттілікпен айналысатын ұйымда жұмыс істейтінін айтады. Екеуі мектепке жеткенде қыз Инхоға визиткасын беріп, көмек керек болса хабарласуын сұрайды. Инхо ішке кіріп мектеп директорымен танысады. Оның осы мектепке ауысуын ұйымдастырған профессор Киммен директор өте жақсы таныс болып шығады. Директор завучты шақырады. Оны көрген Инхо таң қалып қалады, себебі олар егіздер еді. Сыртқа шыққан завуч мұғалімнен фондқа ақша беруін сұрайды. Мұның көп ақша екенін айтқан Инхоға кез келген мұғалім фондқа ақша беруі керек екенін, бұл мектептің дамуына өз септігін тигізетінін айтады. Бұл мәселені Инхо өз анасымен талқылайды. Анасы таң қалып ақша жинап көмектесетінін айтады. Мектепте алғашқы сабағын өткізген Инхо балалардан алманың суретін салуын сұрайды. Гуанман есімді бала сабаққа кешігіп келеді. Неғып кешігіп келгенін сұраған мұғалімге бала жауап қатпайды. Инхо өзге мұғалім Пак Бон Хеннен осы бала жайлы сұрайды. Ол Гуанманның кішкентай інісінің бірнеше күн бұрын қайтыс болғанын, сол себепті баланың қайғырып жүргенін айтады. Пойыздың астына түскен кішкентай бала осы Гуанманның інісі еді. Инхо тек қана Гуанман емес, қалған балалардың да біртүрлі екенін жасырмайды. Әріптесі оның мектепке жаңа келгенін, ерекше балаларға үйрену үшін уақыттың қажет екенін айтады. Осы кеште Инхо балалардың ақпараттарын тексеріп шығады. Гуанманның әкесінің жаман ауруға шалдыққанын, ал анасының бұл өмірде жоқ екенін біледі. Иенду мен Юридің құжаттарын қарап, Иенду жетім екенін, ал Юридің ата-анасының психикалық ауытқуы бар екенін біледі. Ол үйіне қайтып бара жатқанда жоғарыдан қыз баланың шыңғырған дауысын естиді. Дауысты іздеп әйелдер дәретханасының жанынан табылады. Есікті ашайын деп жатқанда мектеп күзеті келіп қалады. Инхо қыз баланың дауысын естігенін айтады. Күзет балалардың кеште осылай ойнап шыңғыратынын айтады. Ертеңіне офицер Чонг директордың бөлмесінде еді. Директор Гуанманның інісінің өлімін жабу үшін пара берген болатын. Осы кезде Инхо да директорға фондқа деген ақшаны алып келеді. Мұғалімдер бөлмесіне келген ол Гуанманды мистер Пактың қатты ұрып жатқаны үстінен түседі. Ол не болғанын сұрайды. Мистер Пак Гуанманның екі қызбен алдыңғы түні қашып кеткенін, және оның інісі де осылай қашып кету салдарынан қайтыс болғанын айтады. Ол сондай-ақ балаларды қатты жақсы көретінін, кейде осылай тәртіпке салмасқа амалы қалмайтынын жасырмайды. Жұмысын бітірген Инхо үйіне қайтып бара жатады. Ол жоғарыда Юридің терезеде отырғанын көріп, қолын былғап айғайлайды. Уайымдаған мұғалім жүгіріп барып қызды түсіріп алады. Қыз мұғалімнен қорқып қалады. Инхо қыздан кешірім сұрап кетейін деп жатқанда, Юри ыммен өзімен бірге еріп баруын сұрайды. Олар кір жуатын жерге келеді. Инхо бір келіншектің Иендуды қинап кір жуғыш машинаға салып жатқанын көреді. Ол келіншекті тоқтатады. Бұл мектеп психологы Юн Чиже болатын. Ол қызға тәртіптің не екенін көрсеткісі келгенін айтады. Инхо бұл зорлық-зомбылықпен үйретілетін не деген тәртіп деп ашуланады. Егер келіншектің тағы да осылай жасап жатқанын көретін болса, үстінен арыз түсіретінін айтады. Иенду есінен танып, мұғалім оны ауруханаға алып келеді. Жолай Юджинге хабарласады. Ол барлық көрген-білгенін Юджинге айтып береді. Ертеңіне Инхо директордың бөлмесінде еді. Олар мисс Юнның кейде тым қатал екенін, дегенмен ол осы ісі үшін өкінетінін, және қыздан кешірім сұрайтынын айтады. Директор қыздың қайсы ауруханада екенін біледі. Сабағына қайта қосылған Инхо балалардан бір-бірінің суреттерін салуын сұрайды. Иенду ауруханада болғаны себепті Юри кімнің суретін салатынын білмейді. Инхо қызға өзінің суретін салуды, ал мұғалім Юридің суретін салатынын айтады. Бірақ қыз өзінің бетінде тыртықтардың көп екенін, және оларды суреттен көруге болатынын жасырмайды. Мұғалім қыздың суретінің өте әдемі шығатынына уәде етеді.
артынан қызға салған суретін көрсетеді. Инхоға Юджин хабарласып, кездесулері керек екенін айтады. Екеуі кездескенде Юджин оған адам сенгісіз сұмдық шындықтың бетін ашады. Иендудің зорланғанын және бұл сұмдыққа директордың кінәлі екенін айтады. Ол Иендудің жазып берген қағазын көрсетеді. Ол жерде барлық сұмдық сипатталған еді. Сондай-ақ завуч пен мистер Пактың да аты көрсетілген. Мистер Пактың ұлдарды зорлайтыны айтылған. Шошыған Инхо полицияға барайық дейді. Юджин оның ешқандай пайдасы жоқ екенін айтады. Балалар куәгерлік қылғанымен жүйе шіріген, полиция директормен сыбайлас еді. Инхоның директорге барлық ақпаратты айтқаны есіне түсіп кетеді. Директор өзінің шабандоздарымен ауруханадан бір шығады. Инхо ауруханаға келгенде Иенду ол жерде болмайды. Юджин шкафты ашып, ішінде дірілдеп жылап отырған қызды көреді. Қызды өзінің ұйымына орналастырған Юджин оның видеоға болған жағдайды сипаттап беруін сұрайды. Ол Юри екеуі далада ойнап жатқанда Юридің дәретханаға барғысы келеді. Ұзақ уақыт өтсе де құрбысы қайтпайды. Артынан келген Иендуді директор өзіне шақырады. Қыз барғысы келмесе де оны күштеп бөлмесіне кіргізеді. Қызға жаман видеолар көрсетіп тиіскісі келеді. Дегенмен қыз қашып шығып дәретханаға жетеді. Директор оның артынан келіп өзінің арам ойын іске асырады. Бұрын Инхоның естіген дауысы осы кішкентай Иендудің дауысы еді. Юри өзімен осындай жағдайдың болғанын айтады. Ол Иендуді күтіп тұрғанында директор оны бөлмесіне шақырып тәттілер береді. Сол жерде қызды пайдаланады. Мұны айтып отырған Юридің көз жасы көл болады. Осы сұмдықты Иенду көрген еді. Директор қызды байқап қойып, оны өлтіремін деп ымдайды. Инхоға қызы мен анасы қонаққа келеді. Анасы оның жағдайын сұрап, директормен жақсы ара қатынаста болуы керек екенін, оның танымал таныстарының өте көп екенін айтады. Ол сондай-ақ өз пәтерін сатып, ақшасын фондқа беруге пайдаланған еді. Юджин полицияға келіп, директордың үстінен арыз тастағысы келеді. Офицер болған жағдайды естіп, сабақ үстінде не сабақтан кейін болғанын білгісі келеді. Юджин қалай болғанда мектеп аумағында болғанын айтып, арызды қабылдауын сұрайды. Бірақ офицер арызды қабылдамай білім бөліміне баруын сұрайды. Дәл қазір Юджин білім бөлімінен келіп отырған еді. Олар өзін әдейі бір-біріне итеріп тұрғанын түсінеді. Не керек, амалы қалмаған ол офицер Чонгке келіп өзінің арызын тіркеуін сұрайды. Ол да директордың өте жақсы адам екенін және мұндай сұмдыққа бармайтынын айтып, арызды қабылдамайды. Көңіл күйі жоқ қызға құрбысы хабарласып, Сеулдегі арнаның бірі осы мәселені көтере алатынын айтады. Осы уақытта мистер Пак Гуанманды ұрып, екі қыздың қайда екенін білуге тырысады. Алайда ол ештеңе білмейтін. Гольф таяғымен баланы ұрайын деп жатқанда, директор мектептен тыс жерде жасауын сұрайды. Есікті ашқан мистер Пак анасының гүлін ұстаған Инхоны көреді. Осы жолы мұғалім шыдамай Пактың басын жарып, Гуанманды Юджинге алып келеді. Олар Гуанманнан шындықты айтуын сұрайды. Егер осы шындық әділдікке алып келетін болса деп, барлық сұмдықты бала жайып салады. Ол мистер Пактың күнделікті інісі екеуін үйіне алып кетіп қорлағанын айтады. Бұл сұхбат тікелей эфирде бүкіл қалаға көрсетіледі. Директор завуч пен мистер Пакты тұтқындап алып кетеді. Бірінші сот отырысында директор өзінің кінәсі екенін айтады. Екінші отырыста куәгер ретінде күзетті алып келеді. Ол осы 5 жыл ішінде оғаш ештеңені байқамағанын айтады. Адвокаттың сұрағының барысында бұл еркектің бұрынғы жұмысынан ұрлық жасаған үшін босап қалып, директорден басқа ешкімде жұмыс бермегенін түсінеміз. Артынан дәрігер шығып қыздардың таза екенін айтады. Алайда ол екі түрлі сараптама нәтижесін бергені анықталады. Екінші сараптамада қыздардың жыныс органдарының жарақатталғаны анық жазылған еді. Демек ол зорлықты жасыруға тырысты деген сөз. Осы іске қатысы бар деген балалардың барлығы депрессияда еді. Олардың ұйықтауы мен тамақ ішуі қиын. Оларға көмектескісі келген Инхо оларды теңіз жағалауына алып келеді. Иенду бұрын өзінің отбасымен жағажайға жиі келгенін, сол кездері толқындарды еститінін, ал қазір тып-тыныш екенін айтады. Юри мұғалімнің әкесі болғанын, ал Юджиннің анасы болғанын қалайтынын айтады. Келесі сот отырысында Юридің куәгерлік ететін кезегі еді. Ол 3-ші сыныптан бастап қорлық көріп жүргенін, және ол қашқысы келген сайын қолдарын үстелге байлап қоятынын айтады. Осы түні Юджин құрбысынан директордың Гуанман мен Юридің отбасына пара беріп істі жапқысы келіп жатқанын біледі. Олардың ата-аналарының жағдайы болмағаны себепті оларды көндіру оңай еді. Инхо профессор Кимнен кездесу жайлы ұсыныс алады. Кездесуге барған ол директордың адвокатын көреді.
Адвокат мұғалімге көп мөлшерде ақша мен фондқа берген ақшасын ұсынады. Профессор Ким оған жақсы мұғалімдік орнын ұсынады, бірақ ол істен бас тартуы керек еді. Инхо келіспейді. Келесі сот отырысында Иендудің куәгерлік ететін кезегі келеді. Адвокат қызды шатыстырып, директордың қайсысы екенін сұрайды. Қыз директордың атын айтады. Алайда адвокат көрсетуін сұрайды. Осылай ол завучтың осының бәрін істегенін айтып, шатыстырғысы келеді. Қыз екеуінің қасына келіп, мен өлтіремін деп көрсетеді. Сосын қайсысы директор екенін айтады. Қыздан қалай білгенін сұрағанда, завучтың мылқаулар тілін білмейтінін айтады. Директор қызды қорлаған сайын осылай көрсетіп отырған. Адвокат басқа тактиканы қолдануға тырысады. Ол Юриді директор қорлап жатқанда бөлмедегі музыканы естіп-естімегені жайлы сұрайды. Я деп жауап қатқан қызды мысқылдайды. Саңырау адам қалай естиді деп. Қыз өзінің шамалы ести алатынын айтады. Солай Иендуді музыка қосып тексереді. Ол әрбір музыка қосқанда қолын көтеріп, сөндіргенде қолын төмен түсіріп отырады. Оның құлағының еститініне көздері жетеді. Осылай отырыста бітеді. Юджин Гуанманның әжесіне келеді. Ол үйден шыққан психологты байқайды. Гуанманның әжесіне ақша беріп келісіп шыққан болатын. Ал Гуанман болса келесі отырысқа дайындалып жатқан еді. Оған Инхо келіп, оның куәгерлігінің қабылданбайтынын, себебі әжесі директормен келіскенін айтады. Гуанман қатты жылап, әжесінің оларды қалай тез кешіре қойғанына таң қалады. Себебі інісі де солардың кесірінен өз-өзіне қол жұмсаған болатын. Ол інісіне кек аламын деп уәде бергенін айтып жылайды. Иенду директор оның бөлмесіне апарғанда видео болғанын айтады. Және ол Юри болуы мүмкін деп болжайды. Екеуі мектепке келіп бейне таспаны алады. Осы видеомен олар адвокаттарына келеді. Ол бұл видеоның директорге тым ауыр жаза алып келетінін айтып, сотта көрсете алмаймыз дейді. Бірақ судьяға өз қолымен беретінін айтады. Соңғы сот отырысына бәрі келеді. Судья үшеуінің ауыр қылмыс жасағанымен қатар қоғамға өз пайдасын тигізгенін айтады. Солай мистер Пак 8 айға түрмеге қамаққа алынып, 2 жылға шартты жаза алады. Директор мен завуч 6 айға түрмеге қамаққа алынып, 1 жыл шартты жаза алады. Қылмыскерлер өздерінің оңай құтылғанына қатты қуанады. Ал балалар өте қатты қайғырады. Инхо өз құлағына өзі сене алмайды. Судья мен Инхоның адвокаты параға сатылған болып шығады. Біз мистер Пак, директор және завучтың түрмеге отырар алдында адвокаттармен бірге көңіл көтеріп жатқанын көруімізге болады. Инхо өзінің қаласына кетуге бел буады. Үйге келген Юджин қыздардан Гуанманның мистер Пакқа кеткенін естиді. Инхо осы жайлы естіп, бірден жолға шығады. Гуанман мистер Пакқа кек алуға келген еді. Гуанман оны пышақтап, екеуі қырылады. Темір жол үстінде жалғасқан қырғын салдарынан екеуі де пойыздың астына түсіп қайтыс болады. Инхо осы қорқынышты бейненің дәл үстіне түседі. Қара халық соттың алдында жиналып, үкімді өзгертуін өтінеді. Не керек, қанша күрескендерімен олар әділдікке жете алмайды. 1 жылдан кейін Сеулге көшіп келген Инхоны көреміз. Юджин оған балалардың жағдайы жақсы екенін айтып жазады. Балалар үйден оқуға көшеді. Юджин апелляция бергенімен сот оны қабылдамайды. Инхо қызының туған күніне торт алып келе жатқанда экраннан Мужин тұман басқан қала деген жазуды көреді. Осымен біздің кино шолуымыз аяқталды. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды.